Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін біз демалыс үшін емес, пайдалы және дәмді нәрсенің дәмін тату үшін тропикке саяхатқа шығамыз. Сергітетін және пайдалы сусын гибискус шайы әлемін зерттей отырып, дайын болыңыз. Ашық қызыл, қышқыл, бірақ сәл тәтті сусынды елестетіп көріңіз. Міне, бұл гибискус шайы. Әдемі гибискус гүлінен жасалған бұл сусын тек көзді қуантып қана қоймайды. Сонымен қатар, денсаулыққа пайдалы қасиеттерге ие. Ендеше, гибискус шайын пайдалы сусындар әлеміндегі жұлдызға айналдыратын нәрсені анықтайық. Қызықты саяхатқа дайын болыңыз. Гибискус шайы өзінің саяхатын гүл ретінде бастайды. Бірақ кез келген гүл емес. Біз тропикалық аймақтарда өсетін гибискус түрі розель өсімдігі туралы айтып отырмыз. Бұл өсімдіктер керемет, керней тәрізді гүлдерімен мақтана алады. Бірақ біз мұнда гүл шоқтарына қызығушылық танытпаймыз. Біздің дәмді сусынымыздың кілті бүршікті қорғайтын гүл